аударып екінші жағына тура солай жасаймыз. Бағанағы приправамызды балыққа арналған. Біз осындай три желания деген қолданамыз, өте дәмді демдеуіштер. Қайттан сеуіп қоямыз. Демдеуішін сеп қойғаннан кейін сальзамызды ақырындап жан жағынан алып қоямыз. Сонда балығымыз жақсылап ішінде өзінің бөлінген соғымен піседі. Өстіп кезінде жауып қойсақ болады. Достар, негізі тағы лимон шырнын қоссақ та болады. Сонда өте дәмді шығады. Енді осыны пісіре берсек болады. Енді дайын балығымызды духовкамызға саламыз. 20 минутқа 180 градусқа. Достар, міне балығымыз пісті. Әдемі болып. Не деген балық, не деген балық.